Ассаламу алейкум. Рататуй жасайтын боламыз. Франция елінің сүйікті тағамдарының бірі. Рататуй деп аталатын мультфильм де бар. Олар да дәл осы рецептпен жасайды осы тағамды. Кәдімізді осылай дөңгелекше етіп турап шығамыз. Ыдысқа салып, бетіне тұз сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Баклажанымызды дәл осылай дөңгелекше етіп тураймыз. Ыдысқа салып, бетіне тұз сеуіп, 10 минут қалып қоямыз. Қызанағымызды дәл осылай дөңгелекше етіп турап шығамыз. Формамыздың бетіне пергамент қағазымызды шайып, бетіне қолдан жапқан томатымызды саламыз. Видеода көрсетілгеніміздей баклажан, кәді, помидорды осылай біріктіріп, бір-біріне осылай жалғастырып қойып шығамыз. Бетіне соус құйып шығамыз. Бетін фольгамен жауып, 180 градуста 60 минуттай пісіреміз. Содан соң бетіндегі фольгасын алып тастап, тағы да 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің рататуйымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Әрі